Баршаңызға сәлем достар. Дәмділім арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа арналған күріш қосылған салат дайындаймыз. Ол үшін қазанымызға сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырамыз. Ең алдымен күрішімізді жуып, жақсылап бірнеше рет жуып аламыз да, үстіне су құйып қоямыз. Майымыз қызғаннан кейін пиязымызды саламыз. Араластырамыз. Біздің пиязымыз жақсылап қуырылды. Енді осының үстіне сәбізімізді саламыз. Үкіштен өткізілген. Және де қызыл тәтті бұрышымызды саламыз. Тағы да 5 минут шамасында қуырамыз. Араластырамыз. Осының үстіне ет тартқыштан өткізіп алған қызанағымызды құямыз. Және де үстіне қантымыз бен тұзымызды саламыз. Араластырып қайнатамыз. Мінекей жақсылап қайнағаннан кейін шамамен 5-10 минут қайнатамыз. Осылайынан толығымен шырыны бөлінгеннен кейін біз күрішіміздің суын төгіп тастаймыз да, осының ішіне саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып, отымызды баяулатамыз. Және де осылайынан шамамен 30-40 минуттай пісіреміз. Біздің салатымыз дайын. Күріштеріміз жақсылап ісініп піскен. Енді астын өшіреміз де стерилді банкамызға жабамыз. Салатымызды банкамызға құямыз. Қайнап жатқан судағы крышкамызды аламыз. Крышкамызды міндетті түрде 2-3 минутқа қайнаған суға қайнатып алу керек, стерилдеп. Мықтылап жауып, теріс айналдырып сақтаймыз. Яғни көрпенің астына жібереміз, толықтай сол көрпенің астына жатып суы қажет болады.